Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Сіздермен бірге Шырал қаласы Абай атындағы қазақ орта мектебінің педагог-психологы Көбегенова Айгерім Дүкенқажықызы. Қазіргі таңда еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқыту режиміне ауысып отырмыз. Республика аумағында ғана емес, әлемге мәселе болып отырған осы сәтті қорқыныш деп қабылдамай, керісінше ата-ана мен баланың арасындағы жақындасу деп қабылдаған жөн болар. Осы арада ата-аналардың назарына берілетін бірнеше ұсыныстар. Ең алдымен өзіңіз және балаңыз үшін үйреншікті күн тәртібін, яғни ұйқы және ояну уақыты, сабақтың басталу уақыты, ұзақтығы, үзілістер және тағы басқа уақыттарды сақтағаныңыз дұрыс. Күн тәртібінде кенеттен болған өзгерістер баланың бейімделу мүмкіндіктерінің айтарлықтай өзгеруіне әсер етуі және шамадан тыс шиеленіс пен стресске әкелуі мүмкін. Баланың ата-аналары мен туыстары болып жатқан жағдайға сабырлы, адекватты және сыни көзқараспен қарауға тырысу керек. Баланың эмоционалды жағдайы ересек адамның жағдайына тікелей байланысты екенін ұмытпаған жөн. Басқа елдердің ата-аналарының тәжірибесі көрсеткендей, оқшаулау режиміне бейімделуге біраз уақыт кетеді, және де бұл қалыпты процесс. Балаларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша мектептен алатын ұсыныстарды түсінуге тырысыңыз. Тек мектеп әкімшілігі мен сынып жетекшілерден ғана алатын ресми ақпараттарға назар аударыңыз. Қазіргі таңда ата-аналарға да, мұғалімдерге де қашықтықтан оқытуға көмектесетін бірқатар ресурстар бар. Олар білім беру бағдарламасының мазмұнына байланысты болғандықтан, көптеген ата-аналар бұл платформаларды қазірдің өзінде пайдалану үстінде. Егер ата-аналар олардың кейбіреуін баласымен меңгеруге тырысса, оқушылардың ата-аналары мен туыстары қашықтықтан оқытудың тартымдылығын арттыра алатын еді. Мысалы, сіз балаңызға сұрақтар қойып, пікірталасқа қатыса аласыз. Содан кейін сабақ қызықты, танымдық ойын сабаққа айналады. Бала үшін бұл мотивацияны жоғарылату мүмкіндігі, ал ата-аналар үшін балаларын жақынырақ білуге және түсінуге мүмкіндік береді. Үйде болуға мәжбүр болған кезде, сіз және сіздің балаларыңызға жақын әлеуметтік ортада байланыста болу өте маңызды. Алайда, алынған ақпараттың жалпы ағынын, яғни жаңалықтар, әлеуметтік желілердегі ақпараттарды азайту қажет. Ағымдағы жаңалықтардан хабардар болу үшін жаңалықтардың бір көзін таңдап, оған күніне 1-2 рет көңіл бөлу жеткілікті. Жақын адамдармен қарым-қатынас кезінде коронавирусқа және басқа алаңдаушылық туындататын тақырыптарға назар аудармаған жөн. Құрметті ата-аналар, осы уақытша кедергілерде сабырлы болып, балаларымызды қадағалап, ұстаздардың тарапынан берілген жаднама ережелерді ұстансақ, біз бәрін жеңеміз. Жақсы көңіл күйде болайық. Барлықтарыңызға тек сәттілік тілеймін.